Қазақстанда ата-аналар өз балалары үшін қандай мамандықтарды таңдайды екен? Жалпы мамандықты таңдау көптеген факторларға байланысты. Жалақы, өсу перспективалары және нарықтағы сұраныс. Қазақстандықтар өз балалары үшін қандай мамандықтарды таңдайтыны туралы көбірек білетін боламыз. Баланың болашақ мансабы және жеке таңдауына байланысты болуы мүмкін. Алайда бұл көбінесе ата-аналардың өзінің ұсыныстарымен анықталынады. Өйткені тәрбие процесінде балаға белгілі бір іс-әрекеттерге артықшылық болуы мүмкін. Онлайн сауалнаманың нәтижелері бойынша белгілі болғандай, ата-аналардың көпшілігі балаларының қай салада жұмыс істегенін қалайды деген сұраққа жауап аламыз. Зерттеу барысында ең перспективалы 7 мамандық анықталды. Бірінші орында кәсіпкерлік. Қазақстандық ата-аналардың көпшілігі 54% балалардың өз бизнесінің ашқаны және қаржылық жағынан тәуелсіз болғандығын қалайды. Екінші орында ақпараттық технологиялар. Сауалнамаға қатысқандардың 1/4 бөлігі 22% балалары үшін IT саласын таңдады. Бұл таңдау оларды перспективалық өсу және жоғарғы жалақылармен қызықтырды. Үшінші орында медицина. Балалардың денсаулық сақтау және медицина саласындағы табысты мансабын ата-аналардың 15% көргісі келеді. Төртінші орында мемлекеттік қызмет. Өз баласын болашақта министр немесе мемлекеттік қызметші лауазымда көргісі келетін сауалнамаға қатысушылардың 12%-ын құрады. Бесінші орында білім және ғылым. Сонымен қатар ата-аналардың 12%-ы мұғалім болуы лайық деп есептейтін кәсіп екеніне сенімді. Алтыншы орында қаржы. Сауалнамаға қатысушылардың 10%-ы қаржымен байланысты жұмысты қалайды. Өйткені олар мұны балалар үшін тамаша перспективалар деп санайды. Жетінші орында өндіріс. Сауалнамаға қатысушылардың ең аз саны 7%-ды құрайды. Балалары үшін жұмысшы мамандығын қалайды. Бала кім болғысы келетінін білмеген кезде ата-аналар көмекке келуге тырысады. Балаға зиян келтірместен мамандық таңдауға қалай көмектесуге болатындығын келесі видеода айтатын боламын.